Екінші дүниежүзілік соғысқа Қызылорда облысынан 150 мың сарбаз аттанды. Олардың 60 мыңы ғана елге оралған. Бүгінде Сыр өңірінде көзі тірі 2 ардагер бар. Қарт майдангер Яхия Тасыров биыл 103-ке, ал Тілеуберген Тобабергенұлы 101-ге келіп отыр. Яхия Тасыров 1922 жылдың қаңтар айында Сырдария ауданының Асқар Тоқмағамбетов ауылында дүниеге келген. 1941 жылдың басында әскер қатарына алынып, одан әрі майдан даласына жіберіледі. Автоматшылар ротасына алынған жауынгер бірнеше қаланы азат етуге қатысқан. Құдай соғысты болдырмасын, соғыс дегеннің атымен құрысын. Құдай біздің көргенімізді, даже түшпанымызды көрмесін. Келаған да күн болды, қуанған да күн болды. Жеңіске санаулы күн қалғанда Берлин түбінде жарақаттанған Яхия Тасыров дәрігерлердің арқасында 2 аяғынан нық тұрады. Елге оралған соң әскери даярлық пәнінен мұғалім болған, кейін бірқатар өндіріс орындарында тер төгеді. Ауданның дамуына еселі еңбек сіңірген ардагерге Сырдария ауданының құрметті азаматы атағы берілген. Жер үшін алыстыңдар, жер үшін жаңыстыңдар, намысты бермеу үшін қасарып қарсыңдар. Қазалының топырағынан түлеп ұшқан Тілеуберген ақсақал жеңісті Германияда қарсы алған, танк тізгіндеген. Қолбасшылардың ақпаратты талдап саралайтын оң қолғы болғандықтан соғыстан кейін де әскери қызметке қалдырылған. Оқ пен оттың ортасында жүріп, 2 мәрте ауыр жарақат алған жауынгер елге оралғаннан кейін ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. Ақсақал бүгінде 100-ден асқан. Бақ басын дәулет берсін, бақытты болсын, ата-баба жақсы болсын, ой өссін, бала-шаға сау болсын, қайыр жасыры көріп қаласын. Тілеуберген ақсақал 90 жастан асқанша мал жайғап, бау-бақшаның күтімін жасаған. Қазалы ауданының ерікті жастары қарт жауынгердің үйіне жиі бас сұғып, жасыл желек күтімін үйренуді дағдыға айналдырған. Бүгінгі бейбіт күнді сыйлаған аталарымыздың ешқашан ұмытпаймыз. Қазір таңда көктем айы болғандықтан мына егіннің маусымы келе жатыр. Сондықтан үй жағында бау-бақшасын егуге жерін тазалап, қол көмегімізді беріп жатырмыз. Былтыр майдангерге аудан орталығының жаңа ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтер кілті табысталды. Ал биыл жеңістің 80 жылдығына орай соғыс ардагерлеріне 5 миллион теңге көлемінде бір жолға қаржылай көмек беріледі. Қамбар Бекенов, 7-ші арна, Қызылорда облысы.